Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай гүл манты және мантының түйудің бірнеше түрлерін көрсетеміз. Орама манты жасаймыз. Каналымыздан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге қамырына ұн, су және тұз қажет. Салмасына фарш, картоп, сәбіз және пияз. Бір сәбіз бен пиязды тұздық қалып қоямыз. Тұз бен бұрышты дәміне қарай саламыз. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін 1,5 шай қасық тұзды суға езіп аламыз да, ұнымызға қосып, бөлме температурасындағы салқын сумен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз тым қатты және тым жұмсақ болмау керек. Дайын болған қамырымызды салмасын дайындағанша тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Фарштың үстіне пиязымызды, картопымызды, сәбізімізді төртбұрыштеп турап қосамыз. Фарштың майлылығына қарай құйрық май қосуға болады. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышын сеуіп, тығыз болып қалмас үшін су қосамыз. Салманы дұрыстап араластырып, қамырын жаюға кірісеміз. Бағанағы иленген қамырды 4-ке бөліп алдым және бір бөлігін жайып, қалғанын қайта тындырып қойдым. Жұқа етіп жайылған қамырымызды бірдей 4-5 бөліктерге теңдей етіп өстіп бөліп аламыз. Салмасын салып, мантыны түйуге кірісеміз. Гүл мантыны жасау үшін қамырдың 4 жағын бір-біріне қосып, видеодағыдай ашық жерлерін бір-біріне қосқанда гүл пішінді манты шығады. Қонаққа жайылған дастарханға көркін береді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі шығады. Манты пісіретін табағымызға арасын алшақ етіп, бір-біріне жапсырмай тізіп аламыз. Мантыны түйудің келесі тәсілі конверт сияқты қылып түйеміз. Өте жылдам әрі ыңғайлы. Мантыны түйудің келесі классикалық үлгісі барлық жағын бір-біріне қосып, ашық жерлерін барлығын жауып, екі бұрышын бір-біріне қосамыз. Тағда бір тәсілі домалақ пішінде етіп түйуімізге болады. Орама жасау үшін алдымен жаймамызды жайып аламыз. Оған сұйық майымызды жағып, үстіне салмамызды саламыз. Бір келке етіп, салманы жайып аламыз. Салмамызды бір келке етіп жайып алған соң, шетінен бастап орай бастаймыз. Шет-шеті шығып кетпес үшін ақырын бекітіп қоямыз. Қайнап тұрған судың үстіне тұзымызды сеуіп, дайындаған мантымызды табағымен қойып, қатты қызып тұрған отта 40-45 минут пісіріп аламыз. Каналымызға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын, сіздер де әзірлеп көріңіздер. Қош сау болыңыздар.